Гаухар Танашева деген кісі мынау. Молодец. Екінші рет айтып жатырмын осымен. Бұл кісіні әуелде де мен белгілеп кетіп едім. Экс-депутат, бұрын депутат болған кезінде не болғаны жайында интервью беріп, барлық былық шылықтың бәрін айтты. Ішіндегі ең қызығын айтшеш. Біз 30 жыл бойы концерт көріп жатырық та. Мен соны халыққа мен айтсам сенбейді. Жеткізе алмай жүредім. Жақсы болды мына кісіні айтып. Әйтеуір депутат болған адам ішінен көріп айтып жатыр да. Президент пен депутат басыммен кездесе алмай жүрдім дейді. Қарапайым халық қайдан кездесін дейді. Алдын ала сұрақтар дайындалады депутаттарға, министрлерге ответ беріп қояды. Соның бәрін кім істейді? Мынау не масқара. Бірақ бір жағынан қуанам мен мысал үшін. Осыны әйтеуір халық, қарапайым халық бұрын білмейтін еді. Қазір біліп жақсы болды. Енді келесте алдағы буын бұндай депутаттарды өткізбеу керек. Клоундарды, әртіс, әнші, спортсмендерді өткізбей, жақсы юристерді, юридический мамандығы бар, дұрыс кәдімгі өз кәсібімен жұмыс істеген адамдарды отырғызу керек та. Жаңағыдай шала анаяқтан мұнаяқтан келген әдемі сөйлейтін ондайларды емес та. Енді Гаухар Танашеваға енді амандық тілейік. Бұндай сөзден кейін бұл кісіге жақсы болмайды енді ол үшін. Аман жүріңіз, байқамай басыңызға тас түсіп кетпесін, байқамай өзіңізге 3 рет оқ атып жүрмеңіз, бала шағаңызға бәріне аман болыңыз, мұқият болыңыз. Политиканы енді өлшеп айтпасаңыз, енді бұл дейтін өте қатты билік басына, министрлерге мынау вызов болды негізінде. Бүйтіп бұлардың беттері ашылғаннан кейін енді өміріңізге қауіп төніп тұрғаны тұруы әбден мүмкін. Өйткені біз көргіміз келген нәрсені көреміз. Осыған дейін талай оқиғалар болды ғой. Соларды ескеріп, халық осындай батыр апқамыздарға поддержка беру керек та. Тек қана сөзбен қолдамай. Тек қана кетті ғой әуелде. Алмазбектерді мақтадық. Алтта сотталып кетті, артынан ешкім іздемей қалды. Солай ағайын. Пікірлеріңізді жазып, тіркеліп қойыңыздар. Ортақ талқылайтын тақырыптар бар.